ие болды. Министрліктен арнайы хат келіп түсіп жатыр. Жуықта табысталатын болады. Рашид ағамыздың шығармалары Найзатас, Ақбеттау, Ақиқат, Жұлдыз журналдарында, Республикалық ардагерлер айнасы, облыстық Сарыарқа самал газеті, ардагер, ветеран және Май аудандық Шамшырақ газеттерінің бетінде жиі жарияланып тұрады. Шығармалары, мақалалары көпшілік оқылымға ие. Ендеше, құрметті жиылған қауым, жарыққа шыққан Зұлмат шығармалар жинағының тұсаукесер рәсімін тамашалайтын кез келді. Тұсаукесер рәсімін өткізу үшін ордамызға Павлодар облысының құрметті азаматы, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Шолпан Байғалықызын және Қазақстан жазушылар одағы Павлодар облыстық филиалының директоры, жазушы ақын Серік Төлебайұлы Елікбайша. Алып келген шашуымыз да бар болатын. Оны көзжегей, өзіңіз жиылған қауымға шашу десеңіз. Сөз кезегін ұсынамыз. Мақтап айтып жатсыздар, біз енді Рашидпен бірге, Рашидті 64 жылдан бері білеміз. Мына Зекен, Төлеуғазы, мен төртеуміз бірінші түсіп 64 жылдан. Одан бері осы уақытқа шейін 60 жыл болды ғой дейді. 60 жыл бір-бірімізді танып, көріп жүрген үлкен азаматтармыз. Кітабында бұлай бапты, әр саласын тексеріп, бұлай бірдеңе айтудың өзі өте ғана қиын. Сондықтан да жай-жапсыз кейбір мәселелерді айтып өткен жөн болады деп ойлаймын. Жар оқып деген сияқты жүрген азаматтарымыз ойнап күліп. Және де бұл қызмет істеп жүрген кезде де мен бұны байқаған жоқпын. Осы қалаға келгеннен пенсияға шыққаннан бастап бұрын өлең айтатынын білетінмін, бірақ мына жазу мәселесін мен байқамайтынмын шынымен келгенде. Негізінде келгенде бұл кісі жазу мәселесінде жақсы біледі екен. Сондықтан да бұрынғы кезде қазақ әдебиеті болсын, қазақ жағдайы болсын, қазақтың ұлттық әдет құндылықтары болсын, мына 50-60 жылдары мектепте міндетті түрде қазақтың ертегілерін, қазақтың батырларын, қазақи кітаптарын әкеп бесплат таратып, әр оқушыға беретін екен. Содан кейінгі мен вообще қазақтың бірін-бірі тәрбиелеп, қазақ халқын тәрбиелеп жатқан мына журналда, газетте, телевизияда айтқаннан басқа ешқандай бір үйімді көрген емеспін. Мен міне 80-ге кіріп қалды, осындай үйімдерді мен көрген емеспін. Тек әйтеуір әңгіме, не көп әңгіме көп. Сондай жағдайлар. Сондықтан да осы мына Зұлмат деген кітабында мінекей, осы содан кейінгі ол көзіне мақтағандық емес. Міне қазақтың халқын, балаларды осыған тәрбиелеу мінекей. Және идеология артта қалып қойды дедік қой мінекей. Осының әрбір әңгімелерінде мінекей халықты тарту, қазақи неге тәртіпке тарту, бір-бірі сыйлауға тарту мінекей. Осындай жағдайлар көптен жазылған мінекей. Кішкентай әңгімеде керемет келтірген. Осының кәуже сөзіне қарап отырсаңыз мінекей, мән беруге жастардың осыған кішкене милары жете қоя ма, жете қоймай мен біле алмаймын мінекей. Және де бұл кітапты мінекей, керемет жақсы кітаптар мінекей. Осы кітапты ертең оқитын адам табыла ма, табылмай ма, о да өкіл вопрос. Өйткені қазіргі балалардың барлығы мына соткадан баса алмайды. Таң атқанша көреді. Сондықтан да бұл жөнінде үкіметтің қаулысы керек пе, басқа жағдайлар керек пе, мен оны біле алмаймын енді. Дегенмен де бұл кітапты оқу деген өте ауыр. Сондықтан да бұндай бюрократиялық стильдерде Рашид Бектемирович өте орынды қозғаласыз, орынды жасағасыз. Бұл келешектегі ұрпақтарға өте керемет. Жаңағы Зұлпия деген туралы, оның балаларын өсіру туралы, оның келешектегі ұрпағын қалай өсіру керек екенін бәрі керемет жазылған. Райым Ботагөз осының арқасында деп ойлаймын, дәрежеге жетіп, сіз енді айта кетсем, осы мен Александр Шегір атындағы народный форумда қатысқан 15 жылдай. Сейітбаттал қайтесін оны, 500 біздің ертіс әуендеріне деп. Қазір сондықтан 5 жылдай осы бірге қатысам, ертіс әуендеріне. Сондықтан сізге көп рахмет. Енді айта кететін ол жылы 80-ге келіп жетіңіз. Оқысын, осыны білсін деп жатырсыздар. Ал осы балаларға осындай жаңағыдай өзіңіз айтып кеткен әңгімелерді жеткізетін кім? Ақыл айтатын кім? Я болмаса осындай ортаға келіп бізге айтқанша, осындай өсіп келе жатқан жеткіншектерге, жастарға тәрбие ретінде ақыл айтатын сіздерсіздер. Сондықтан біз өткен мына неше жыл өтіп кетті, міне 10 жыл болатын шығар, 10 жылға жеткен жоқ.
Ақсақалдар тағылымы деген қоғамдық бірлестік құрылған. Сол қоғамдық бірлестіктің мүшесі ретінде Рашид міне бүгінгі күнге дейін қаншама еңбек атқарды. Оның ішінде біздің осы қоғамның ортасында жүрген әрбір ақын болайық, жазушы болайық, басқа қоғамның басқа белсенді мүшесі болайық, соның несімен қозғаушы күшімен, яғни болмаса ықпалымен, яғни айтқан сөздерімен осындай пікірлес болғандығынан осы алғашқы кітаптары жарық көрді. Мен өзім солай ойлаймын, негіз бір нәрсеге негіз болады. Сол негізі міне Зұлматтың өзі осындай бір ойлардан туды. Ал егер сіздер осы кісі жазбаса, біздің ұрпақ, біз осы өткенімізді, бүгінгі ағашашылық қағынғанымызды, кімдің біз босағасында жүргенімізді жастар білмей өтеді. Егер сіздер болмасаңыздар, сіздер айтпасаңыздар, біз айтпасақ, сондықтан мында отырған жаңа келіп отырған төрт көздерді түгел отырсыздар, бұрын ел басқардыңыздар, елдің ортасында жүрдіңіздер, ақылдарыңызды айтыңыздар, қоғамға мүше болып кіріңіздер. Ақсақалдар тағылымы мүшелігіне сіздердің орындарыңыз сол жер деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі жиында отырған жаңағы айтқан әңгімелеріңіз далада кетпес үшін, өзіміз ғана тыңдамас үшін, ертең мектептерде студенттердің орталарында біз ақсақалдар тағылымынан азаматтар барып жүр, солармен бірге жүріңіздер, сіздерді соған шақырамын. Құрметті азаматы, Ақсақалдар тағылымы қоғамдық бірлестігінің мүшесі, Бадагөйлер сайысының 2 дүркін жеңімпазы, республика бойынша 2 мәрте жеңімпазы. Қоғамдас ретінде амандығымыз да бір екен, бәріміздің өмір жолдарымыз да бір екен, сондықтан сыйласып келетіміз. Бүгінгі бұл енді жаңа менің алдымдағы сөйлейтіндердің бәрі айтты, сондықтан оны мен қайта алмаймын. Негізі Рашидтің мынау шығармашылыққа бейімділігін сол кезден ақ байқадым мен. Алғашқы рет оның ашаршылық туралы кітабының тұсаукесерін бірге өткізіп, мына Май ауданында тағы басқа жерлерде талқылаған болатынбыз. Сонда байқадым, Рашидтің мамандығы басқа болса дағы шығармашылыққа, жалпы поэзияға, мына прозаға деген бейімділігі, оның ізденгіштігі, жадына сақтайтындығы, өткен уақиғалардың барлығын саралап жеткізе білетіндігі, ол кез келген адамның емес, тіпті кәсіби жазушылардың да өзіне тән қасиеттердің бар екенін байқадым. Әрине осы күні жауыннан кейінгі шығатын саңырауқұлақтар туралы жазушы көбейіп үлкенде бар, кішіде бар, бірақ оның барлығы көпшілігі өзінің отбасы туралы, өзі туралы, мақтанышпен өзінің еңбек жолдары туралы ғана айтатын болатын болса, бүгінгі Рашидтің шығармаларының бәрі де ел өміріндегі уақиғалар, ұрпаққа үлгі болар осындай салаларда көптеген мәселелерді қамтыған. Әрине көп айтуға болады, Рашид қаламның қарымды болса, танысқалы 2 жылдай ғана аз уақытта, қуанышта жүрмін, бөленіп зор бақытта. Рашид аға буын сезгенім сізде сана басқа. Сүйсіндім, құрмет тұттым, дана мінез сөзім басқа. Қазбалап, ілік іздеп, сын садағын қадамадың. Кейбіреудің шеттен келген қазақ деген сөзін қараладың. Пәк жаныңнан адал ойың нан кеудеңнен шыққан кезде ұқсастық өзіңнен өзім іздеп ойымды мазаладым. Түр сипатың, жүрісің, сымбатты қайратыңмен. Құнды сөздер орынды шығады жүрегіңнен. Адалдық пен шындықтың ақ бұлағы деп сені мақтап, Шөкеев пен Кеңесбаев атты айналдық Рашид аға сенің тірегіңнен. Құттық атағын алып отыр, министрліктен арнайы көмектер беруші. Сөз кезегі Павлодар қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы облыстың құрметті азаматы Кеңесбаев Кенже Садуақасовқа берді. Рахмет. Азаматшалар барымыз ғой, бар, иншалла. Баспаға апарып беріп, тиісті қаражатын төлесі басып шығара береді. Ал бірақ та оны тақырыпты, қай тақырыппен жазу керек. Оған дайындалу, оны зерттеу, оның деректерін іздеу. Бір ғана осы шеңберде ғана тек қана осы елді мекеннен ғана емес, оны бүкіл республика көлемінде мүмкін іздеуге келеді. Мен білем, кейбір кітаптарды бұғысы мынау ресейлік мұрағаттарына, мынау өзіміздің Семей, мынау Павлодар, Астана, Қарағанды, Алматы, Омск сияқты жерлерден барып мұрағатты іздеген адам екенін мен мына кісіні білемін. Кітап жазу үшін жоқ дегенде бірнеше жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл іздейді. Себебі бізде мынау баянда жүргенде мен одан кейін осы мынау ардагерлер кеңесіне басқарып жүрген кезімде, оның ішінде өзім де әртүрлі тақырыппен әртүрлі кітаптарды шығардық. Содан білем, кітап шығару оңай емес. Баса салу оңай. Ал енді оны зерттеп шығару, оны жазу, оны реттеу, сол деректердің өзін жинап алып, оны дұрыс
адамға жеткізу ол үлкен мәселе, үлкен жұмыс. Сондықтан аға құтты болсын. Кітабыңыздың тақырыбы да ерекше. Қазақ халыққа, оқырмандарға ол үлкен жұмыс. Жасыңызға жас қосыла берсін, құтты болсын. Бұндай шығармашылықтар бола берсін. Сіздің жай ғана мынау ардагерлер кеңесіне қатысты зейнеткер болып жүргеніңіз ол жай ғана болған жағдай емес. Оған қаншама жылдар керек болды. Осы дәрежеге жетіп, бүгінгі күні білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Рашид Бектемірұлы 7-ші шағын ауданның, қаланың 7-ші шағын ауданның төрағасы. Бұл кісінің қарамағында 6,5 мың зейнеткер бар. 6,5 мың. Міне солармен жұмыс жасап отыр. Өзінің жеке кеңсесі бар. Сол кеңсеге жиналады ардагерлер. Көптеген шаралар өткізеді. Зейнеткерлерді жинап алады. 200-ден аса, мен білетін болсам, 220 екен зейнеткерлер бар, төсек тартып жатқан осы кісінің аумағында, жаңағы айтқан шағын микрорайонда. Оларға барып қайту, олардың қалын білу, оларға мүмкін болса мынау демеушілердің бір беріп жіберген сәлемдемелерін апарып жеткізу, олардың көңілін көтеру, жағдайын білу, мұқтаждарын мынау биліктерге жеткізу, міне осындай жұмыстарды иншалла жасап жатқан адамдар. Сосын бұл кітапты мен білмеймін қаншасы екенін, бір 70-80% жеңгеміздің еңбегі шығар деп ойлаймын. Бұл кісі түнделетіп жазады. Бұл кісі магазинге барып бір ас-су бірдеңе тапсырмаларды жеңгеміздің атқарушы барып магазинге барып күнінің орнына бұл кісі отырып кітап жазып жатырмын дейді. Сылтау жетеді, әлі тегін соның бәріне шыдап жүрген жеңгейсіз, кереметсіз. Сізді бір қасиетті жерге анау Мәшһүр Жүсіптің басына, сосын Ақбалық Қазіреттің басына апарып келуге міндет аламын. Бұл үлкен жол деп есептейміз. Ал бүгін осы жиын барысында ащы шындық мәселелері көп айтылды. Ендеше мына ортамызда Қазақ аналары дәстүрге жоқ қоғамдық бірлестігінің мүшесі Битанел Сәрсенбинова деген талапкер өнерлі апамыз келіп отыр. Шынболат Ділдебаевтың шындық термесінен өзіңді орындайды, қабыл алыңыздар. Жаңағы кітаптың мазмұнын айтпаймын, іштегі деп айтпаймын, қалай жаздым деп оны да айтпай қойын, оны сіздер керегі шығар. Мен енді мына бір шумақпен айтсам былай осы кітапты жаңа оймақшы болдым жаздым. Өткен ғасыр қазақ үшін қасірет. Оны жазбау одан асқан қиямет. Тарих бізді кешірмейді ешқашан. Ұрпақтары білмесе сол қасірет. Білгенімді өзімнің естігендерімді, көргендерімді, ізденістерімді соны тапқандай, соны бәрін ақылға түсіру керек. Байлыққа қызықпаған. Құдай өзі береді, бұйырған үзіп маған. Өмір өзі шегі жоқ бір дария, ескексіз қайықпенен жүзіп барам. Қайығым толқынменен шайқалады, кей кезде толқын тұнып жай табады. Байлығымды о дүниеге апарам деп айтыңдаршы, қайпенде айталады. Байлығым атанам, бала-шағам, отбасым, туыстарым, байлығым, бойымдағы денсаулығым, бауырларым. Сонда мен бәрінен де бай боламын. Аман-есен жүзерер осындай бауырларым, туыстарым, жолдастарым.